Саламатсыздар ма, балалар? Бүгінгі математика сабағымыздың тақырыбы логикалық есептер шығарамыз. Оқу мақсаттарымыз: 20 көлемінде сандардың разрядтық құрамын анықтау, разрядтық қосылғыштарға жүктеу, дұрыс және дұрыс емес тұжырымдарды анықтау, сәйкестікті, ақиқатты анықтауға берілген қарапайым логикалық есептерді шешеміз. Енді балалар, бүгін біздің тақырыбымыз логикалық есептерді шығарамыз. Олай болса, балалар, логика деген ұғымға тоқталайық. Ең бірінші, балалар, логика дегеніміз не екеніне түсініп алайық. Логика дегеніміз ойлауды, ізденуді, есте сақтауды қажет етеді. Біздің 106 бетіндегі мына тапсырмаларға назар аударайық. Фигураларды сана дейді. Балалар, бірінші мына А нұсқасына қарайықшы. Барлық тіктөртбұрышты санауымыз керек екен. Олай болса, бәріміз бірге санайық. Ал ендеше санайық. Қанша тіктөртбұрышты көріп тұр екенбіз? 1, 2, 3. Бір фигураның үстіне екінші фигураны салғанда жаңа фигура шығады екен. Бізде сонда, балалар, қанша тіктөртбұрыш болды? Тіктөртбұрышымыздың саны 3. 1, 2, 3. Енді, балалар, келесі Ә нұсқасына қарайық. Енді, балалар, Ә нұсқасына да 3 бұрышты сана депті. Ал енді 3 бұрышты санайық. Кәне бәріміз бірге санайық. 1, 2, 3, 4, 5. 3 бұрышымыздың саны, балалар, 5 болды. Бұнда да, балалар, жаңағы айтқан тапсырма. Бір фигураның үстіне екінші фигураны орналастырғанда жаңа фигураларымыз пайда болды. Сонда біздің 3 бұрышымыздың саны, балалар, 5 болды деп тұр. Ал енді осы тапсырманы шығармастан бұрын, балалар, мына суретке назар аударайық. Мына суретте, балалар, ненің суретін көріп тұрсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, нанның суреті. Нан қасиетті тағам, ас атасы нан. Балалар, біздер нан туралы білеміз бе? Қай сабақтардан айтып едік, балалар? Дұрыс айтасыңдар, сауат ашу сабағынан көптеген нан туралы тақпақтар жаттадық. Бәріміз білеміз бе? Жақсы, керемет. Бәріміз білеміз. Жарайсыңдар, балалар. Енді, балалар, тапсырмаға назар аударайық. Әкем нан кесті. Ол нанды 3 жерден кесті. Қанша тілім нан шықты дейді. Ал, балалар, ойланайық, қанша тілім нан шықты екен? Дұрыс айтасыңдар. 3 тілім нан шықты. Шығарып көр. Себетте 2 алма және 6 алмұрт бар. Себеттен 4 жеміс алынды. Олар қандай жеміс болуы мүмкін? Балалар, біздер алма, алмұртты білеміз бе? Жеп жүрміз бе, балалар? Алма, алмұрт дәрумендер екен. Олардың адамның денсаулығына тигізетін пайдасы өте көп екен. Біз дәрумендерді, бұлар витаминдер, жеп тұруымыз керек екен уақытымен. Ал енді, балалар, есебімізге назар аударайық, кәне ойланайық. Себеттен 4 жеміс алынды дейді. Олар қандай жемістер болуы мүмкін екен? Балалар, біздер есепті әртүрлі тәсілдермен шығарамыз. Кәне ойланайықшы. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Әртүрлі нұсқамен шығаруға болады екен. Себеттен 4 жеміс алынды дейді. Қандай жемістер екен, балалар? Алмұрт, 4 алмұрт алуға болады екен. 1, 2, 3, 4. Жақсы, бұл бірінші нұсқа. Тағы қандай жемістер алуға болады? Дұрыс айтасыңдар. 2 алмұрт, 2 алма. 2 алмұртқа 2 алманы қосқанда 4 болады. Дұрыс айтасыңдар. Бұл екінші нұсқа. Ал тағы қалай шығаруға болады? Дұрыс айтасыңдар. 3 алмұртқа 1 алманы қосқанда жемісіміздің саны 4 болады. Дұрыс айтасыңдар. Сонда бұл есепті, балалар, 3 түрлі тәсілмен шығаруға болады екен. Келесі тапсырманы кәне бәріміз бірге қарайық. Оқиық, кәне, балалар. Сіріңке таяқшасымен берілген тапсырма. Дұрыс теңдік шығу үшін бір таяқшаны алып таста дейді. Ал, балалар, бірінші А нұсқасына кәне бәріміз қарайық, бірге оқиық. 1 мен 4-тің қосындысы 5-ке тең. Бұл, балалар, теңдік. Ал енді келесі Ә нұсқасын оқиық, қарайық, кәне бәріміз. 8 азайту 9 тең 0 деп тұр, балалар. Кіші саннан үлкен санды азайтуға болмайды. Ал
Бұл тапсырмада бізге балалар бір таяқшаны алып таста депті. Кәне ойланайықшы, қай саннан аламыз бір таяқшаны? Дұрыс айтасыңдар балалар, 8-ден аламыз. 8-ден мына таяқшаны алып тастағанда бізде 9 саны шығады. Сонда 9-дан 9-ды азайтқанда 0 болады екен. Жақсы, керемет. Ал балалар, келесі тапсырма жабайы аңдар. Суретке қара, сөйлемдерді оқы. Қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс? Бірінші тапсырма балалар, суретте бір қасқыр бейнеленген дейді. Дұрыс па балалар? Дұрыс екен. Біздер суреттен бір қасқырды көріп тұрмыз. Дұрыс екен балалар. Келесі тапсырма түлкі тиыннен үлкен дейді. Балалар, дұрыс па? Кәне ойланайықшы. Қайсысы сендердің ойларыңша? Қайсысы үлкен? Түлкі үлкен екен. Дұрыс айтасыңдар. Енді балалар, келесі тапсырма сұр түсті аңдар қызғылт сары құйрықты аңдардан көп дейді. Балалар, бізде сұр түсті аңдардың саны нешеу балалар? 1, 2. Қызғылт сары құйрықты аңдардың саны 1, 2. Ал бізде тапсырмада қалай деп еді? Сұр түсті аңдар қызғылт сары құйрықты аңдардан көп деді. Балалар, бұл бұрыс екен. Келесі сұрақ, түлкі ең үлкен аң емес дейді. Балалар, бізде ең үлкен аң қайсысы? Ең үлкен аң бізде қасқыр. Олай болса, бұл тапсырма дұрыс екен. Үй жануарлары дейді. Ал балалар, үйге тапсырма алмас бұрын біздер мына назар аударайықшы. Балалар, бәріміздің үйімізде үй жануарлары бар ма? Бар екен. Қандай жануарлар бар балалар үйлеріңде? Қой, сиыр, жылқы, ешкі. Дұрыс айтасыңдар. Ал енді балалар, тапсырмаға қарайық. Қорада 3 үй жануары бар. Олардың барлық табандарының саны 10. Қорада қандай үй жануарлары болуы мүмкін? Балалар, бұл жерде тапсырмада біз үй жануарларының табандарының санын есептеп шығарып келеміз. Олай болса, балалар, үйдің тапсырмасын жақсылап ойланып, үйден шығарып келеміз. Жақсы, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.